Бәріне сәлем, менің құрбыларым, сендермен әрдайым мен сүйікті интернет достарың Санжар Айдар. Және бүгін бізде ерекше тақырып. Біз сендермен сүйісу жайлы сөйлесеміз. Осы жердегі көп қыздардың жігіттері де жоқ екенін жақсы білемін. Сол кезде олар бұл видеоны не үшін қарап бастадым? Бірақ менің ойымша бұлай тез шешім қабылдаудың қажеті жоқ. Дәл қазір сенің сүйетін адамың болмаса да, бұл тақырыпты кейінге қалдыруға болмайды. Себебі бұл жерде тура спорттағыдай. Сен бірден жарыстарға қатыспасаң да, жаттығулар бәрібір өте маңызды. Олар саған дәл керек кезде еш қобалжымай бәрін ойдағыдай жасауға көмектеседі. Бұл жеңіл емес істе күштірек болуға дайынсың ба? Онда кеттік. Бірінші, өзің қаламасаң, онда сүюдің қажеті жоқ. Ең алғашқы кеңес бұл өзің шынымен қалап тұрсаң ғана жаса деп аталады. Ол дегеніміз сенде бір күмәндар пайда болып, қысымның бар екенін сезсең, онда ол жігітті сүюдің қажеті жоқ. Себебі сен ешкімге еш нәрсе міндетті емессің, әсіресе сүйгің келмейтін адамыңа. Екінші, атмосфераның маңыздылығын түсін. Алғашқы сүйісу бұл өте маңызды нәрсе, және соған сәйкес дұрыс орынды да таңдаған жөн. Әжеңнің үйі, гараждардың арты немесе мұрын бітелген кездегі сәт бұл ең күшті идеялар емес. Одан да сәйкес келетін орын мен сәттің болғанын күт. Сол кезде араларында ұшқын мен тартылыс пайда болады. Бұл ең керемет нәрсе, және сен оны ең позитивті сезімдер мен эмоциялар қатарына қосатын боласың. Үшінші, жақсы иіс жайлы ұмытпа, әсіресе демалған кезде. Бұл жерде мен саған түсті күніне 2 рет таңертең және кешке жуу керек екендігін айтпаймын. Себебі сен оны онсыз да менен жақсы білесің. Бірақ саған жігітті сүйгенде оны бүгін таңертең не жегенін біліп қалу бір ыңғайсыздық тудырушы еді. Сол үшін мен саған әр тамақ ішкен сайын ауыз қуысын сумен шайып отыруды кеңес етемін. Онымен қоса 100%-ға сенімді болу үшін саған сағыз немесе жалбыз, яғни мята кәмпиттерін алып жүруге кеңес етемін. Төртінші, өз партнеріңнен оның не қалайтынын сұра. Бұл көп адамдар сөйлесе бермейтін, бірақ өте маңызды тақырып. Себебі егер ол саған ұнамайтын нәрсені жасай беретін болса, онда оның шыдаудың қажеті не? Ал керісінше, бір нәрселерді аз жасаса, солардың көп жасауын өтінуге болады. Осыдан барлық мәселелердің шешімі қарапайым әңгімеде екенін түсінеміз, бірақ өзің жайлы айта бермей, жігіттің де қалауын орындауға тырыс. Бесінші, сенің партнеріңнің жасап жатқан іс-әрекеттеріңе көңіл бөл. Себебі жігіт саған өзі қалап тұрған нәрселерді көрсетуі әбден мүмкін. Сол үшін оның саған жасайтынын сен де жасап көр. Кейін жігіттің реакциясын бақыла. Егер оған ұнаса, сен бірден байқайтын боласың, және сүйісу бұл бір емес 2 адамның арасында болатын іс-әрекет екенін ұмытпағайсың. Алтыншы, сүйісуді қиындатып жіберме. Кей кезде құрбылар бір трюк көрсетемін деп өздері ыңғайсыз жағдайларға тап болып жатады. Артық қылмай тартық қылдың деген осы шығар. Сүйісудің жай ғана қарапайым сүйісу екенін ұмытпа. Және бұл жерде көбінесе классикалық іс-әрекеттер жақсы көмектесіп жатады. Жетінші, қолдарыңның барын ұмытпа. Көп қыздардың осы кезде бас айналып естерінен танып жатқанын білемін, бірақ біз осы құбылысты жігітке де сезіндіруіміз керек қой. Дұрыс па? Сол үшін осындай бір керемет сәтте қолдарыңның бар екенін ұмытпа. Оларды сен жігіттің белінен бастап бетіне дейін апара аласың. Мысалы, оның мойны, шашы, кеудесі бар дегендей. Ең бастысы бір-біріңді сезіну. Бұл әрекетпен біз жігітті одан сайын өзімізге ғашық ететін боламыз. Сөз беремін. Ал бүгінге осы айтылған кеңестер арқылы өз арманыңдағы жігітіңді тезірек кездестіруге тілектеспін. Видео ұнады деген ойдамын. Сол себепті тез лайк басып, өз пікіріңді төменге жаз. Бұл тақырып жайында көбірек ақпарат білгің келсе, дәл қазір менің төмендегі инстаграмыма кірсең болады. Жеке сұрақтарың болса, онда сені WhatsApp'та күтемін. Жаңа видеолардан құр қалмау үшін каналға тіркелуді ұмытпа. Сенімен бүгін болған мен Санжар Айдар. Келесі видеоларда көріскенше.